Sалтымызды сақтаған елі салмақты, сайыс десе серпін қуып келеміз. Өнерменен өрнек тігін әр шақты. Сәлем бердім жаны жайсан халқыма, берік болған ата дәстүр салтына. Сұлу қыз бен сырлы жеңге сайысы, керемет боп әсер етсін жалпыңа. Сырлы сайып кел жеңешем ардақты, өзі көркем, өзі пысық жан-жақты. Таныстырсам жеңешемді, құрметтеп менің жеңгем инабатты, салмақты. Жеңгем аты меруер, мінезі кең, ақылы мен парасаты жарасқан тең. Мата елінің келіні, ардақты жан, әрқашан арта берсін береке. Қошеметтеп отырыңыз көрермен, қол соғайық халқым менің қадірлі. Неге қыз? Неге сен мұңайып тұрсың? Әлде бірдеңе болып қалды ма? Мені анам би сайысына қатыстырмай қойды, енді не істеймін? Ал сен өзің дайынсың ба? Әрине, бірақ мамам. Қобалжыма, бәрі жақсы болады. Елбасы сенің билеу сенің арманың ғой. Осы арманыңды жүзеге асыр. Ал қалғанын маған қалды. Анаңмен өзім сөйлесемін. Сен барлығына да үлгересің. Сабағыңа да қарайсың. Билейсің де. Сайысыңа тек қана сәттілік Інжу. Ортада Рахымжанова Інжу тамаша биімен қарсаңыздар. Би сайысында бас жүлдені иеленген Рахымжанова Інжуді ортаға шақырамыз. Інжу, жарайсың, мен саған сенген болатынмын. Сенің қолыңнан келді. Енді біз сенің анаңды да қуантамыз, арманыңды да жүзеге асыратын болдың. Інжу, мен сен үшін сондай қуаныштымын. Сен біздің қазақтың атақты бишілері Шара Жиенқұлова сияқты әлі де сахнаның төрінде өзіңді өнеріңді көрсететін боласың. Інжу, мен сенімен мақтанамын еркегіз. Шаш көп күтім қажет етеді, оны сәндеу, тарау, бәрі қиын. Қиып тастасам оңай болар ма еді? Інжу, Ал, не істеп келе жатырсың? шашымды қысқартайын деп едім. Неге? Сенің шашың онсыз да әдемі ғой. Оны бәрі сәндеу, жол, тарау, барлығы да қиын. Інжу, шашыңды қимай-ақ қойшы. Қыз баланың шашы оның сұлулығы, көркі ғой. Бұрынғы нәзік жандылар қолаң шашын қимай, оған ерекше күтім жасап, сәндеп жүрген. Шаш бау шолпы дегенді естіген шығарсың.
шашбауды бұрымның түбіне іліп, немесе шашпен бірге өріп қоятын. Оны жай әшекей үшін ғана тақпаған. Көз тимесін деп, әрі қыздың жүрісін, тұрысын түзесін деп тағатын. Шашбау сылдырламасы үшін қыздар бойын тік ұстап, сымбатты жүретін болған. Қызығы, шашбау таққан қыздарда бас ауруы, қан қысымы сияқты сырқаттар да болмапты. Сондықтан шашынды қиғанша, оған күтім жасап, әдемілеп өріп, шашбау тағып жүр. Анжу, менің саған сыйлығым бар. Бұл не? Ашып көрші. Қандай әдемі? Бұл шашбау деп аталады. Бұны сенің шашыңа тағып қоямыз. Бойыңды тік ұстап әдемі жүретін боласың. Ал Анжу, енді шашыңды қиятын болдың ба? Жоқ, енді шашымды қимайтын болдым. Одан сайын өсіремін. Мінген кезде үлкен кісілердің жас балаларға берілетін сыйлығын байғазы деп атаймыз. Жауабын қарасақ, ақша бізде мақал-мәтел. 4-ші ұяшық. 6 жасар бала алыстан келсе, 60 жасар кәрі алдынан шығар. Келесі сандықша бізде сандық мәндер арқылы айтылатын ұғымдар. 1-ші ұяшық. Шілдехана дегеніміз ол жаңа туған нәрестемен жаңа босанған ананың құрметіне арналған ойын-сауық. Рахмет. Рахымжанова Гүлжу Нұрлан қызы марапатталады.